қымбатты көрермен, жалпы таңғы уақытта жұмысқа немесе сабаққа, басқа да шаруаларымызға тұрған кезде көп көңіл күйіміз болмай жататын кездер болады. Өйткені оның алдын алуға бағытталған сіздерге бірер кеңестерді ұсынғымыз келеді. Таңғы уақытта көңіл күй көтеріңкі болу үшін не істеу керек? Алдымен балалы үй базар демекші, балаларға көңіл бөліңіз, еркелетіңіз, олармен бірге ойнасаңыз, бұл да сіздің таңғы уақытта көңіл күйіңізді көтерілуіне себепкер болады. Тағы да бір кеңес, бұл таңғы ас. Таңғы ас тәңірден деп халқымыз бекер айтпаған. Сондықтан да таңғы асты жібермей, міндетті түрде ішіп жүріңіз, және де отбасы мүшелерімен бірге ішкен таңғы ас ауқат, бұл да сіздің көңіл күйіңізге тікелей әсер ететінін біле жүргеніңіз дұрыс. Сондай-ақ тағы бір ереже, бұны біз әрқашан айтып жүреміз, бұл таңғы жаттығу. Таңғы уақыттағы жаттығу бұл сіздің күні бойы сергек жүруіңізге, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына және де жұмысыңыздың өнімді болуына септігін тигізеді. Сондай-ақ тағы да бір айта кететін жайттердің бірі, таңғы уақытта жақын адамдарыңызға қоңырау шалыңыз, олардың хал жағдайын біліңіз, олармен сырласыңыз, достарыңызбен хабарласыңыз. Және де үй жануарларына көңіл бөлу, бұл да сіздің таңғы уақыттағы көңіл күйіңізге тікелей әсер етеді екен. Және де 10 минут уақытыңызды күнделікті ісіңізден басқа істермен шұғылдануға бөлсеңіз, бұл да сіздің көңіліңіздің көтерілуіне тікелей септігін тигізеді. Осындай керекті кеңестермен біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз.